Ассалаумалейкум, эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Соңғы жылдары президентіміздің басламасы менен республикамызды әр тәреплеме рауажландыруға айрықша этибар қаратылып, кең көлемлі реформалар әмелге асырылып жатыр. Бұнда әлбетте қала һәм районлардың келбетін түптен жаңалау, халық үшін қолайлы тұрмыслық шараятлар жарату баслы мақсат етіп алынған. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев Шымбай районында болып, районның социалық-экономикалық жақтан рауажлануы, камбағалықты қысқарту, халықтың бәнтілігін тәмелеу һәм районда әмелге асырылуы белгіленген жойбарлардың әмелге асырылуы бойынша тапсырмалардың орылануымен жақыннан танысты. Бүгінгі күнде тоқмашылық мемлекетіміз экономикасы көлемінің 3%, санааттың 14% жарататығын ірі тармақ. Бұл жөнелісте 500 мыңнан артық адам жұмыспен бәнд. Соңғы 5 жылда 3,5 миллиард долларлық 396 кархана іске түсті. Іслеп шығару көлемі 10 миллиард долларға жетті. Әлбетте, мемлекетіміздің тоқмашылық тарауындағы экспорт потенциалын артыруда Қарақалпақстандағы текстиль карханаларының орны үлкен. Шымбай районында жұмыс бастаған Заң текстиль қоспа карханасы иірілген жіп іслеп шығарып отырған болып, өнімдер тек арынан экспортқа бағдарланған. Жылына 5000 тонна іслеп шығару қуаттылығына ие карханада бүгінгі күнде 100-ден астам адам жұмыспен тәмінленген. Кархана толық қуаттылықта істесе, жұмысшылар саны 300-ге жеткерілуі режелестірілген. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев карханада болып, жұмыслармен танысты һәм іспілерменге қармасын айтты. Tog'larni qayta ishlab, ipkalab ishlab chiqaramiz. Bizning kelajakdagi maqsadimiz bu Chimboy tumaniga kelib, aholiga ishchi o'rinlar yaratish. Ya'ni fabrikamiz 300 ta ish o'rniga mo'ljallangan. Hozirgi kunda 120 tacha ish o'rni yaratdik. Tayyor mahsulotni Xitoy, Turkiya va Pokistonga eksport qilamiz. Qoidamizdan fabrikani yanada kengaytirib, to'qimachiliklarni yo'lga qo'ymoqchimiz. Pokistonda, Xitoyda, Koreyada, Turkiyada bizda shartnomalar bor. Ularda talab kuchliroq bizga. Bizning chiqargan mahsulotga. Shu sababda biz ko'proq eksport qilamiz. Texnikalarimiz Xitoy davlatiga keltirilgan. Қарақалпақстандағы қолай бизнес орталық бүгін елімізге дүнияның әр мүйешінен инвесторларды жетелмекте. Әлбетте, технология, санааттың рауажлануы өз алдына. Ең баслысы сырт елі шерклестер халқымыздың тілі, үрпәдет дәстүрлерінде үйреніп, өзара достық мөнәсәбәтлер бекемленіп жатыр. Олар келген уақытта өзбекше сөйлейтін еді. Қазір қарпақша сөйлейтін болды. Біздермен қосып қарашай ішетін болды. Қарашай ұнады ма? Қарашай яқшы, Пакистанда қарашай көп ішіп. Олардан бізде санаатты үйренсек, біздер де олардан көп нәрселерді үйренеді. Мәселен, тілімізді, үрп-әдеттерімізді. Ауа дегеннен үйреттік. Ең бастысы ауызбіршілік. Сондай инвесторлар әкеліп, карханалар ашып бергенге президентімізге рахмет. Қазір осы карханада технолог болып істейді екенсіз. Қашаннан бастап Өзбекстанда жұмыс бастадыңыз? 5 yil bo'ldi O'zbekistonda. Faqat bunaqa fabrika ishlayapman. Qo'lsada, igro fabrikada bunaqa ishlayapman. Бұл жердің пақтасы, шикізаты қалай екен? Bu yerda O'zbekistonda paxta yaxshi, zo'r. Енді umuman Qoraqalpog'iston haqida fikringiz qanday? Yaxshi, zo'r. Qoraqalpog'istonda birinchi marta keldim. Yaxshi, ob-havo yaxshimi, odamlar yaxshi hamma. Zo'r. 1 yilmi, 2 yilmi qancha bo'ladi? Xudo xolasa yuraman bu yerda. Qanday ovqat жақсы көресіз? Үйреніп қалдыңыз ба жергілікті ovqatlарға? Ovqatlar Pokistonlik ovqat yeyman, achchiq ovqat. Sizga енді mehmon sifatida juybergurtib pishirib bermedi mi? Palov yedim, buda keyin lavish, buda keyin yana jizmi, jiz yaxshi ko'raman bu yerda. Jiz, ya, jiz. Jiz yaxshi. Yana sho'rva bormi? Qayna sho'rva. Bu yaxshi. Bu yerda endi jергілікті xalqmenен birga жұмыс істеп бастап жатырсыз, a? Ishchilar bilan qanday til topishib ketdingizmi? Ishchilar bilan o'z gapiryapman. Hozir xudo xolasa 20-25 kun bo'ldimi? Ishxona yurdim, sekin-sekin. Hozir zo'r yuryapti. Hamma yaxshi bo'lyapti sekin-sekin. Январдан бастап біз осы жерге жұмысқа орналастық. Менің вазифам пақтаны сабақ қылып шығарып беруіміз. Сапаракты басқарамын. Ал не істейтін едіңіз өзіңіз бұл жерге жұмысқа орналаспастан алдын? Алдын жұмыс істедім, бірақ өзім үйде көлік тігетін. Сол қоңсамызбен сол бір жерде жұмысқа орналастық. Алқаптар ішінде алқаптарын уақытында беріп жатыр. Шетелдерде сол жұмыс істеп қимай жүргенде бар ғой. Ансат емес ол жақта да. Сол міне жұмыс ашылып жақсы болды. Өзің елде жұмыс істеген жақсы ғой. Үйден кіріп шыққанға не жетсін? Шетелде жүріп балаларыңды уайымдап отырмайсың. Bu яқтың айлығында байып кете алмайсың. Бірақ сонда да берекетлі. Осы кархана ашылып жатқанда бізде қатты қуаныштымыз, жұмыслы болып жатырмыз. Біздер күйеуіміз екеумізден жұмыссыз отырған едік. Қазір де үстеуде істеп жатырмыз. Köyüm de жақында жұмысқа істеуге кіріп жатыр. Тоқмұрат етіп жатырды. Қалесе келіп істейді. Шаңырағымызға дарамат кіріп
жатыр. Ондай қиын емес, тек әйелдер жеңіл жұмыслар bu yerде. Тек сабақларды ұшын чиіріп, тек станокларға кіргізіп берсек болды, өзі станок шығарып береді. Bunday korxonalar avvalo ko'paysin. Eng бастысы prezidentimizga rahmat, bunday sharoitlar yaratib berib o'tirganini. Өзбекстан пахтасы бүгін дүния базарында табиғи экологиялық тазалығы сапасы менен өз орнына ие. Оннан ислеп шығарылып экспорт етіліп отырған өнімлер ең алдыменен міне осындай елімізде тоқмашылық менен шұғылданатын карханалар үшін жаратылып беріліп отырған имканият һәм шарайатлардың нәтижесі. Европа һәм ақш базарына таяр киім-кешек экспортын кеңейтуге айрықша этибар қаратылып, 2030 жылға шекем тері, жібек һәм кілемшілік санаатын кеңейтуге этибар қаратылып отырған бір пайытта іске қосылған һәм алдағы уақытта қуаттылығы және де күшейтілуі көзде тұтылып отырған бұл кархана өз нәубетінде халқымыз үшін қосымша жұмыс орындарының ашылуына түрткі болады. Бұндан соң республикамыз басшысы Қарақалпақстанда бірінші мәрте шөлкемлестіріп отырған ат спорты клубының құрылыс жұмыстарымен танысты. Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жыл 1 апрелдегі республика аймақларын жедел комплекс рауажландыру үшін таңлап алынған районларды әмелі ләжларды әмелге асыру хақындағы қарар декарында Шымбай районы Шахтемір Макан бұқаралар жиыны аймағында 2,8 гектар жер майданында ат спортын рауажландыру һәм нәсілі атларды көбейту үшін жылқышылық декарында ат спорт клубын шөлкемлестіру жойбары әмелге асырылып жатыр. Мың орынға есапланған тамаша үйлер үшін трибуна айланба шабыс шабатықын әмді лақ ойнайтықын 54 метрге 12 метрлік сол атларға секіруден нені үйрететін ат манежі құрылып атырды. Жабық манеж. Оның ар жағында 60 метрге 12 метрлік 24 ат бағылатықын, сейіс қылатын имарат салынып атырды. Бұл енді Қарақалпақстанда бірінші мәрте Шымбай елатында құрылып атырды. Бұл Шымбай елаты бір шабандоздар елаты. Бұл елатта атақлы шабандоздар болған. Жәрдем етіп атырды ақсақалдар. Рахмет әммесіне, Құда қаласа бір Наурыз байрамға тапсырудың барлық әнжамдарын көріп атырмыз. Арғы алдында балық сақлайтын хауыз, сөйлері қари құрамыз, сөйлерде туристер боламы, басқа өзіміздің адамдар боламы, сөйлерде ауқатланып, тамашасын көріп кете береді. Бұл жойбар келешекте нәсілі атларды көбейту, ат спорты бойынша спорт жарысларын, сондай-ақ түрлі кеулашар қызметлер шөлкемлестірумен емірге қалеушілерге ат мінуді үйретуде айрықша орын иелейді. Әлбетте бұл өз нәубетінде елімізден күшлі шабандозлардың жетілісіп шығуына өзінің оңнамлы тәсірін тигізеді.